келесі үлкен тіл жанұясы осы палеоазиат тілдері. Сол себепті еуропалық тілдер Африкада және оңтүстік Америкада таралған. Осылай жазып алсаңыздар болады. Келесі Б тапсырмасында Еуропа елдерінде билингвизмнің кездесу себебін анықтаңыз дейді. Сіздер былай жазасыздар: Еуропа елінде әртүрлі ұлттар көп, сол себепті Еуропада билингвизм кездеседі деп жазасыздар. Келесі тапсырмаға С тапсырмасына назар аударайық. Тілдің таралу сызбасын толықтырыңыз дейді. Сіздерге тілдің таралуы, яғни тіл екіге таралған екен, кең таралған және де оқшау тілдер екенін сіздер білесіздер. Енді кең таралған тілдерге екі мысал, оқшау тілдерге екі мысал келтіруіміз керек. Кең таралған тілдерге ағылшын және қытай тілдерін жазсаңыздар болады. Оқшау тілдерге жапон, корей дегендей тілдерді жазасыздар. Келесі екінші